Ертегілер кейсе. Қалың орман ішінде, үлкен қарағайдың түбінде бір аю ұйықтап жатыпты. Ол домаланып, жылы інінде тәтті түс көріп жатқан. Қар орманды ақ көрпедей жауып тұрды. Барлығы тып-тыныш. Бір күні тамшы, там-тамшы. Іннің төбесінен су тама бастады. Аю бір құлағын қимылдатты. Түсім шығар, бірақ күні жылма түсті. Сосын сырттан құстардың дауысы естілді. Шиқ, шиқ, көктем келді. Аю екінші бүйрегіне аунап түсті. Әлі ерте ғой. Сол кезде қар сұлсылдап, іннің аузына бір кесек қар құлап түсті. Ой, деді аю бір көзін ашып. Сыртта қоян тұр екен. Аю, тұр, көктем келді. Аю ақырын ғана басын шығарды. Қар еріп жатыр, күн жылы, ауада жаңа иіс бар. Қардың арасынан кішкентай жасыл шөп қылтиып шыққан тіпті. Сен кімсің? Деп сұрады аю. Мен көктеммін, деп сыбырлады шөп. Аю терең тыныс алды, жүрегі жылып кетті. Мен көктемді ұйықтап қала жаздаппын ғой. Ол үнінен шығып күнге қарап күлімсіреді. Қоян күліп жіберді. Көктем ешкімді ұлытпайды, ол бәрін өзі оятады. Содан бері аю әр көктемде алғашқы тамшыны естісе бір көзін ашып, көктем келді ме екен деп тексеріп қояды екен.